7-нің 6-ға қатынасына тең болатын 3 қатынасты табыңыз дейді. Ол үшін біз осы қатынасқа тең қатынастарды табу үшін әрбір мүшесін бірдей санға көбейтуіміз керек. Егер де біз 7-ні 2-ге көбейтсек 14 аламыз, ал 6-ны 2-ге көбейтсек 12 аламыз. Сонда сандары ұқсап тұр, бірақ та тәртібі әртүрлі, яғни орындары ауысып тұр екен. Бұл тең емес, бір-біріне кері қатынастар. Сондықтан біз бұл жауапты ала алмаймыз, бұл қате жауап. Келесін тексерейік. 7-ден 21 шығу үшін біз 7-ні 3-ке көбейтсек 21 аламыз. Ал егер де 6-ны 3-ке көбейтсек, онда біз 18 аламыз. Яғни бірдей санға 2 мүшесінде көбейткендіктен біз жаңа қатынас тауып алдық, және де ол қатынас 7-нің 6-ға қатынасына тең екен. Ендеше дұрыс жауабын бір жауабын ғана таптық. Ал енді келесін тексерейік. 7-ден 42 шығу үшін біз 7-ні нешеге көбейтуіміз керек? 6-ға. Ал 6-дан 36 шығу үшін біз оны 6-ға көбейтеміз. Сонда біз бірдей 2 санға көбейткен кезде тура соған ұқсас қатынас тауып алдық. Бұл жауап деп есептей беруге болады. Яғни дұрыс жауап деп есептей беруге болады. Келесі 7-ден 63 қалай шығады? Келесі 7-ден 63 алу үшін бізге 7-ні 9-ға көбейту керек. Ал 6-дан 54 шығу үшін біз 6-ны 9-ға көбейтуіміз керек. Яғни бірдей 2 санға көбейтілген жаңа қатынас мына 7-нің 6-ға қатынасына тең екен. Сондықтан біз оны дұрыс жауап деп аламыз. Ал енді соңғысын тексеріп кетейік. 7-ден 84-ті қалай алуға болады? Керісінше есепте көруге болады. 84-ті 7-ге бөліп көрсек, біз 12 аламыз. Яғни біз 7-ні 12-ке көбейтсек 84 аламыз. Ал енді 62-ден 6-ны қалай алуға болады? Ол үшін тағы да керісінше ойлан көрейік. 62-ні 6-ға бөлсем 10,6-дан 2 болады. Бұл 12-ге тең емес, және де екі жағы әртүрлі болғандықтан бұл қатынас мына 7-нің 6-ға қатынасына тең емес екен. Яғни жауап қате. Тағы да бір мысал қарастырып кетейік. 16-ның 12-ге қатынасына тең болатын 3 қатынасты табыңыз. Яғни 3 дұрыс жауап бар деген сөз. Ендеше тексеріп көрейік. Біз білетініміздей, егер де мына қатынастың әрбір мүшелерін бірдей санға көбейтсек, не бірдей санға бөлсек шыққан қатынас осы қатынасқа тең болады. Сондықтан біз мына жерде кіші сандар көріп тұрмыз, онда екеуінде 2 санды да бірдей бір санға бөлейік. 16-дан 8 шығу үшін біз 16-ны 2-ге бөле аламыз. Сонда 8 болады. 12-ден 6 алу үшін біз 12-ні 2-ге бөле аламыз, сонда 6 шығады. Яғни 8-дің 6-ға қатынасы 16-ның 12-ге қатынасымен тең екен. Онда біз бірінші жауапты тауып алдық. Жақсы. Ал енді келесі 16-дан 32-ні қалай алуға болады? 16-ны егер де мен 2-ге көбейтсем, онда 32 шығады. 12-ден 24-ті қалай аламын? 12-ні де 2-ге көбейтсем, 24 шығады екен. Яғни бірдей сандарға осы әрбір мүшені көбейткендіктен бізде жаңа қатынас шықты, және де ол тең болады. Үшіншісін тексеріп көрейік. Бұл кішкентай сан екен біздің алғашқы қатынасымызға қарағанда. Сондықтан біз 16 мен 12-ні бірдей бір санға бөліп көрейік. 16-дан 4 шығу үшін 16-ны мен 4-ке бөлуім керек, сонда 4 шығады. 12-ден 3 шығу үшін 12-ні 4-ке бөлуім керек, сонда 3 шығады. Яғни біз бірдей санға 2 мүшесінде бөлдік, 4-тің 3-ке қатынасы шықты. Яғни бұл дұрыс жауап. Ал енді біз 3 жауап тауып алғандықтан мына 2 жауап дұрыс емес екенін білеміз. Енді қалған есептерді қарастырып жерейік. 16-дан 12 шығу үшін мен ол үшін 16-ны бір санға бөлген кезде 12 шығу керек. Ол қай сан екенін білмесем, мен 16-ны 12-ге бөлемін. 16-ны 12-ге бөлетін болсам, 1,12-ден 4 болады екен. Ал 12-ден 18 шығу үшін мен 12-ні керісінше 8-ге бөліп көремін. Сонда 0,12 бөлінген 8 деп жаза салайық. Яғни біз көріп тұрғанымыздай бұл 2 сан әртүрлі сандар. Сонда 2 әртүрлі санға бөлінсе, көбейсе, бұл тең болмайтын қатынас екен. 24 дейді.
16-дан қай кезде біз 24 ала аламыз? Ол үшін мен 24-ті 16-ға бөліп көремін. Сонда бізде 1,5 болады. Яғни 16-ны 1,5-ке көбейтсем 24 аламын. Ал енді 12-ден 16 шығу үшін мен 12-ні бір санға көбейтуім керек. Оны табу үшін 16-ны мен қазір 12-ге бөліп көремін. Сонда 1,12-ден 4 болады. Яғни екі санда бір-біріне мүлдем ұқсамайды, сондықтан бұл тең қатынас болып саналмайды.